Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осындай банофи пай десертін дайындайтын боламыз. Өте оңай. Олай болса кеттік. Алдымен құрғақ сместерімізді әдеттегідей бөлек араластырып аламыз. Ұнымызды через сито арқылы өткізуді ұмытпаймыз. Одан кейін ванилин, разрыхлитель, яғни ұн қопсытқыш. Одан кейін қант. Барлығын араластырып аламыз да бөлме температурасында тұрған сливочный масломызды саламыз. Дәл бұлай емес, әрине алдымен қантпен жұмыртқаны бөлек араластырып, одан кейін майыңызды толық ерітіп құйып дайындасаңыз да болады, бірақ ол кезде тестаңыз песочный болмайды. Яғни сіз тестаны майды толық ерітпей араластырып тастауыңыз керек. Келесі бізде жұмыртқа. Барлығын салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Егер де қасықтың күші жетпей жатса, қолмен араластыруға болады. Осылай илеп 20-30 минут көлемінде демалдырып тоңазытқышқа салып қатырамыз. Одан кейін алып формамызға дәл осылай видеода көрсетілгендей бортиктарын шығарып дайындап қоямыз. Артық жерлерін пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Дайын болған тестаны енді 30-40 минут ішінде 250 градуста пісіріп аламыз. Піскеннен кейін ыстықтай тестамызға енді вареный сгущенкамызды біркелкі етіп жағып шығамыз. Бірінші слойға дәл осылай қалыңырақ етіп жаға берсеңіздер болады, өйткені көп бөлігін ыстық печенье өзі тартып алады. Келесі кезекте бананымызды дәл осылай турап аламыз, қатты қалың емес, қатты жұқа емес. Ендігі кезекте барлығын дәл осылай туралап қойып шығамыз. Ендігі кезекте осы бананымыздың үстен екінші слой, яғни вареный сгущенкамызды тағы да салып жағып шығамыз. Бұл жолы қатты қалың емес, орташа қылып жағуға тырысамыз. Дәл алдыңғыдағыдай банандарымызды турап қойып шығамыз. Біздің десертіміз дайын болып қалды. Ендігі бетіндегі кремін жасайық. Салқын сливкиге сахарный пудрамызды салып, бірінші араластырып аламыз. Бұл жерде сливкидің салқын болуы өте маңызды. Жақсылап барлығын араластырып, артынан творожный сырды саламыз. Творожный сырдың орнына маскарпоне қолдансаңыздар да болады. Маскарпоне де салқын болу керек. Бұл біздің креміміздің ровно шығуына әсер етеді. Одан кейін жақсылап барлығын араластырып алғаннан кейін осындай кондитерский мешокқа саламыз. Мендегі насадка 333 номерлі насадка. Осылай енді бортиктарынан бастап әдемілеп шығамыз. Бетіне мен жай ғана какао қолдандым. Негізінде орех қолдансаңыздар болады, шоколад қолдансаңыздар болады. Вот бізде осындай десерт шығады. Негізі жасалу өте оңай, әрі жеңіл. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Анеля. Қош, кездескенше.